Ол ендеше химия пәнінен кезекті бөлім бүгінгі сабақ ол ұбт-да квалтесті жиі келіп жататын химияның кинетика деген бөлімі болып табылады. Айтатын әңгіме, жазатын дүние, жаттайтын дүние өте көп. Сол үшін бүгінгі сабақты өте мұқият тыңдап алыңыз. Ал ендеше мен видеоны қостым және дауысым анық. Тамаша. Ал кеттік. Әлбетте, химия дегенде қолымызға менделеевті алып, өте мұқият тыңдайық. Ең алдымен жылдамдық жайлы білуім қажетті дүние. Жылдамдықтың өзі екіге бөлінеді. Ол тез жағдайы жылдамдықтың және баяу жағдайы. Маған айтады, баяу жағдайына не жатады дейді? Металдың таттануы жатады дейді. Баяу деген ол түсінікті деген ойдамын. Ұзақ уақыт, мүмкін ай, мүмкін жылға дейін созылатын құбылысты баяу дейді. Сол сияқты тезге бізде мысалы не жатады дейді? Қопарылыс жатады. Мысалы динамит жатады, бомба жатады. Тез деген яғни моментально жаңағыдай жойылып кететін немесе іске асып кететін құбылысты тез деп атайды. Енді бұны 10 сағат мұжудың қажеті жоқ деп ойлаймын, бұл түсінікті, иә, логично. Химиялық жылдамдық демек екіге бөлінеді: баяу, тез. Баяу деген ұзақ уақытта болады, тез деген моментально жүзеге асып кетеді екен. Демек, мынаны видеоны паузаға қойып, бұны жазып жаттап алайық. Так, келесі. Енді химиялық кинетика, яғни химиялық жылдамдықты зерттейтін ғылымның саласын кинетика деп атайды. Түсінікті ғой, иә? Кинетиканың жалпылама сипаттамасы В тең С2 минус Т, Т2 минус Т. Немесе жинақтағанда плюс минус жағдайында дельтасы бөлінген дельта Т. Маған енді бұл жақтан не түсіну қажет? Химиялық кинетика, яғни жылдамдықты зерттейтін ғылымның саласын кинетика деп атайды. ұбт-да оны сипаттап белгілеші дейтін болса, біз мына формуланы жазып немесе белгілеуіміз қажет екен. Ешқандай да қиындығы жоқ. Тамаша. Кеттік. Енді мысалға тоқтала кетейік. Маған былай дейді: А затының бастапқы жағдайы 2 моль дейді. 10 секундтан кейін бұл 0,6 мольға дейін азайып кетті. Маған жылдамдықты тапшы. Байқасақ, бізде не белгілі? Концентрация белгілі 2 моль. Одан кейін тағы Т уақыт белгілі 10 секунд. Және тағы да бізде концентрация 0,6 моль бөлінген көлем. Міне, маған табу қажет, өзі айтып қойғаны жылдамдықты тапшы дейді. Міне, жай ғана жылдамдық дейтін болса, мен жаңағы жағдайды қолданам. Яғни В тең С2 минус С бөлінген Т2 минус Т. Қайталап жазып қояйық. В тең С2 минус С және Т2 минус Т. Жинақтағаны не деп айттым жаңа? Плюс минус дельта С бөлінген дельта Т-ға. Тамаша, кеттік ал. Енді айтып алайық, С2 деген бұл жақта всегда үлкен шама болуы қажет. Ö деп қоямын. Ал одан кейінгісі кіші шама. Байқасақ, бұның екі жағдайы белгілі, мен бұның ішіне үлкен жағдайын аламын. Үлкен жағдайы 2, одан кіші жағдайы 0,6. Т, уақыт, бізде тек қана уақыттан 10 секунд қана белгілі. Демек, 10 секундқа бөлем. 2-де 0-де 6-ны азайтып, оны 10-ға бөлетін болса, менде 0,14 моль бөлінген секунд шығады екен. Моль бөлінген литр көбейтілген секунд. Демек, бұл бізде қай жауапқа келеді екен? Бұл бізде С жауабына келеді. Түсінікті деген үміттемін. Жазып алайық, мұқият. Келесі. Енді ана видеоны паузаға қойып, өзіңіз талдап көрсеңіз қалай болады екен? Жауабымен шыға ма, шықпай ма? Бізде былай дейді: азоттың екі несі белгілі, жағдайы белгілі, яғни жағдайы деген концентрациясы белгілі. Маған және 50 секунд уақыты белгілі екен. Маған қайтадан жылдамдықтың қалай болатындығын есептеші дейді. В тең дельта С бөлінген дельта Т. Дельтасы кішіден үлкен, яғни үлкеннен кішіні азайтамын. Үлкен 0,4, одан азайтамын кішісін. Т бізде тек қана 50 секунд, 50-ге бөлемін. Ал ендеше есептейік. Так, ашып алайын. 50-ге бөлеміз, 0,3. Мына жақта шығады
(0,6). Жауап бойынша бұл д-ға келеді екен. Түсінікті деген үміттемін. Ендеше келесіге тоқталайық. Жалпы жаңағы есептер түсінікті болды деген ойдамын, кәдімгі жылдамдықпен келетін болса. Енді білу қажетті дүние, жылдамдық өзінің күйі бойынша екіге бөлінеді. Ол гамма-генді және екінші гетерогенді. Гамма-гендінің сипаттамасын белгіле деп ұбт-да квал-тестте келгенде біз мынаны белгілеуіміз қажет. В гамма-генді тең дельта ню бөлінген дельта т көбейтілген в. Міне, мынау бізде гамма-генді жағдайдың жалпылама формуласы болып табылады. Ал енді мынау екінші жылдамдық гетерогенді. Ол қалай? В тең дельта ню бөлінген дельта т көбейтілген с. Екеуінде өзгешелік тек қана мына жақта с болады екен, ал гамма-генде де в болады. Өтініш бұдан шатастырмайық. Бұл бізде ұбт-да мен байқағанымдай көп жауаптың ішінде өте көп келуде, яғни +2 балл деген сияқты әңгіме ғой. Ал енді жалпылама тоқталып кетейікші. Гамма-генді деген не? Не үшін? Мынау NO2, NO2 деген теңдеу гамма-гендіге жатады. Тоқтала кетейік. NO плюс O2 тең 2 NO2. Маған айтады, мына теңдеу гамма-генді жылдамдыққа жатады дейді. Не үшін? Себебі NO бізде газ болып келеді, оттек бізде газ болып келеді, NO2 бізде газ болып келеді. Не байқадық? Үшеуі де газ. Есепте теңдеуде қанша зат белгілі болса, соншауы да газ екен. Ал енді мынаған тоқталайық. Көміртекке оттекті қосқан екен, өнімде не шыққан? СО2 шыққан. Мынау көміртегіміз бізде қатты, оттегі газ күйінде болады, СО2 газ күйінде болады. Бұны не байқадық? Бұл жақта бізде қатты күй және газ күйі белгілі екен. Демек, тоқтала кетейік. Гамма-генді дегеніміз не? Гамма-генді деген жаңағыдай сөздің қазақша атауы ол қанша текті? Ол бір текті. Ол не деген сөз? Теңдіктің оң жағы өнім деп аталады ғой. Яғни өнім мен теңдіктің сол жағы бастапқы зат. Өнім мен бастапқы заттың күйі бірдей болады дейді. Яғни бастапқы зат газ бола ма, өнімде газ болады. Бастапқы сұйық бола ма, өнімде сұйық болады. Бастапқы қатты бола ма, өнімде қатты болады. Демек, ол қандай күйде болады? Газ тең газға, қатты тең қаттыға, сұйық тең сұйыққа. Осындай жағдайда ол гамма-гендіге жатады екен. Ал мынаушы, бұл қалай? Екінші аты қандай еді бұның? Әртекті қазақша аты. Бұл өнім мен бастапқы зат кез келген күйде кездесе алады. Но екі бөлік күйде. Мысалы, мына жағдайда өнім газ, ал бастапқы затым қатты күйде кездеседі екен. Түсінікті ғой, мен жеткізе алдым деген үміттемін. Демек, гамма-генді деген біртекті оспа, либо полный газ, либо полный қатты, либо полный сұйық. Ал екінші, ол енді кез келген газдың күйі кездеседі. Главный ұқсас болмайды ол жақта. Енді мысалы мына теңдеуді мен жаза кетейінші, давайте. Мысалы СО плюс О2 тең СО2. Мынау қайсына жатады? Бұл гамма-гендіге жатады. Не үшін? Себебі мынау газ бізде СО, оттек газ, СО2 газ. Тағы не жазайын? Этиленге суды қосып этанолды алам. CH5OH. Бұл қай күйіне жатады? Бұл да гамма-генді. Не үшін? Этилен сұйық, су сұйық, этанол сұйық. Үшеуі де сұйық. Түсінікті ғой? Ал мынаушы О2 тең P2O5. Мынау қай күйге жатады? Әртектіге жатады. Не үшін? Мынау бізде ұнтақ, яғни бұл қатты деп алады. Оттек газ, мынау қатты. Түсінікті ғой? Күйі ұқсас емес екен. Осы тақтадағы мәліметті жазып енді әдемілеп жаттап алайық. Келесі өтке көшейік. Жалпы жылдамдыққа ықпалын тигізетін жағдайдың саны 6 болады. Енді осы 6-ны жеке-жеке тоқталуым қажет қой. Ең алдымен концентрация, екінші қысым, үшінші температура, одан кейін заттың ауданы.
заттың табиғаты өршіткі. Яғни ұбт да химиялық жылдамдыққа ықпалын тигізетін жаңағыдай жағдай дейтін болса, мен осы алтауын белгілеуім қажет екен. Ал кеттік. Ең алдымен мен тоқталуым қажет. Неге? Мен заттардың концентрация жағдайына тоқталуым қажет. Екі негізгі заңдылықты жаттап аламын. Қандай? Ол тек бастапқы зат есептелінеді, және қатты зат есепке алынбайды дейді. Тоқталайық. Мысалы, дәл жаңағыдай ғой, NO бастапқы теңдеу плюс O2 тең NO2 дейді. Алдымен мен бұның концентрацияға бағынатындығын білу үшін күйлерін жазып шығайын. NO газ күйінде болады. Оттек газ күйінде, NO2 газ күйінде екен. Демек үшеуі де газ, демек бұл есепке алынады. Тек қана не алынбайды дедім мен? Тек қана қатты затты есепке алмайды. Екі жақ теңесу үшін мына жаққа 2, мына жаққа 2 қоямыз. Ал кеттік. Енді бұл жақта былай В тең деп жазамын. В дегеніміз не? Ол жылдамдық. К деген жылдамдықтың қай жағдайы? Концентрация жағдайы. Көбейтілген С. С дегеніміз оның таңбалануы концентрацияның. И тік жақшаның ішіне мен NO-ны жазамын. NO, міне, мынау зат қоя. Оның алдындағы 2 коэффициенті оның мәніне айналып кетеді. Көбейтілген тік жақшаның ішіне оттекті жазам, и болды. NO2 жазылмайды. Не үшін? Себебін айттым. Тек бастапқы реагент қана алады. Яғни өнімді мен есептемеймін. Және қатты зат есептемеймін. ұбт-да келуі мүмкін, белгілі бір теңдеуді жазып қояды да, осыны сипатташы жылдамдықтың концентрация жағдайы бойынша дейтін болса, мынау теңдеуді белгілеу қажет екен. Ал давайте тағы тоқталайық. Мысалы, көміртекті жағам, өнімде оттек және СО шығады. Теңесу үшін мына жаққа 2, мына жаққа 2 қоямын. Кокс бізде қатты күйде, оттек бізде газ күйінде, СО бізде газ күйінде. Тамаша. Енді мен айттым я, тек қана бастапқы затты аламын, өнім есептелмейді. Демек, өнімді мен X қылып қоюым қажет жоқ. Екінші заңдылық, қатты затты алмаймын. Мына кокс қатты, демек бұның да қажет жоқ. Демек, не деп жазамын енді? В тең К көбейтілген С тік жақшаның ішіне тек оттекті ғана жазам, и болды. Түсінікті ғой? Түсінікті. Бұл ұбт-да келуі мүмкін. Тағы соңғы жағдайына тоқтала кетейін, мысалға. N2 плюс H2 тең NH3 аммиактың алынуы. Мына 2 болады, мына 3 болады. Азот газ, сутек газ, NH3 аммиак газ. Мен айттым, өнім алынбайды дедім. Ал кеттік ал. В тең К көбейтілген С тік жақшаның ішіне N2 көбейтілген H2-нің, яғни сутектің кубы алдында үші болғандықтан кейін. Түсінікті деген ойдамын. Яғни бұл теңдеу не үшін қажет аға деуіңіз мүмкін. Бұл теңдеу ертең сізде квал тестте немесе ұбт-да келуі мүмкін алдыңыздан. Бір теңдеуді жазып қояды да, осыны жылдамдықтың жағдайы бойынша сипатташы дегенде, осыны жауаптарды белгілей алуым қажет, немесе таба алуым қажет қой. Ал енді ендеше есебіне тоқталайық. Мысалы былай 16-да тұз қышқылын алған теңдеуін жазып қойып та, маған қай элементін дейді? Хлордың концентрациясын 3 есе көбейткенде жылдамдықты тапшы дейді. Ең алдымен мына есептегі 3 бұл главный сан болады. 3 деп қоямын. Мынау аты аталған элементтің алдындағы коэффициент, бұның алдында коэффициент жоқ, демек қанша деп аламын? 1. Ол сол мәннің, яғни сол санның мәнінен алып кетеді, дәрежесінен алып кетеді. Қанша болады мынау? 3-тің дәрежесі бізде 3-тің өзі болады ғой, демек 3 есе мына көбейткенде дейді. Көбейткенде болса, ол естественно көбейеді.
көбейеді. Демек жауабы 3 есе көбейеді деген жауап болады. Ол бізде А жауабы. Көп оқушы бізде В жауабын белгілеп қоюы мүмкін. Енді, допустим, мына көбейтпей кеміткенде десе, кеміткенде, онда В-ны белгілеймін. Түсінікті ғой? Мынау таңбадан қате жоқ, әңгіме жоқ. Но есептегі сөзге байланысты оның көбейіп немесе кемуіне. Көбейткенде десе, көбейген жауабын белгілеймін. Кемітсе деген кеміген жауапты белгілеймін. Таңбаны табуын тауып, жағдайын қате тауып қалмаңдар. Жақсы ма? Ол өте маңызды. Мысалы, мынау оқушы тез есептеп В-ны белгілеп кете салуы мүмкін, жағдайын білмей жатыр. Ал кеттік, мына өзіңіз істен кішкене, мен оған дейін өзім талдаймын. Есептегі коэффициент главный сан 2. Оттектің алдында қанша бізде? 3. Ол 3 2-нің мәніне 2-нің кубына айналып келеді. 2-нің кубы қанша? 8 болады. 8 есе көбейткенде деген. Демек, бұл не істейді? Артады. Жауабы не болады? С жауабы болады. Түсінікті деген үміттемін. Келесі. Мына жақта 3 есе дейді. 3 главный сан болады есептегі таңба. H2S-ның алдында 2 саны белгілі, бұл 3-тің 2 мәні тең. 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең. 9 есе, байқадық па? А жауабы да келеді, Д жауабы да келеді. 9 екендігін таптым, енді жағдайын табуым қажет. Жағдай деген қандай сөз ол? Жағдай либо көбейт, либо кемейт деген әңгіме ғой. Маған айтқан көбейткенде деген. Көбейткенде, демек бұл не істейді? Артады. Кеміткенде десе кему қажет. Демек жауабы Д болады екен. Түсінікті болды деген үміттемін. Ал ендеше 2-3 минут уақытыңызды ала кетейін. Химия пәнінен АБОТ-да плюс 45 балл алудың мүмкіндігі жайлы, лайфхак жайлы мен сізге бір ұсыныс айтайын. Біз жақында химия онлайн мектебі сайт жасап, ол сайттың ішіне 7-ші сыныптан басталатын химия пәнін толығымен енгізіп шықтық. Яғни видео сабақ жасадық және осы сайттың ішіне енгіздік. Оқушыға ыңғайлы болу үшін біз химия пәнін екіге бөлдік. Ол биорганика және танымал органика бөлімі. Мысалы, мынау екінші бөлімді ашайық. Бұл сайттың ішіндегі бейне. Ашқанда сізде мынандай жаңағыдай окошко күтіп алады. Мысалы, алкан, циклоалкан, алкен, алкаден, алкин, бензол, фенол, спирт, альдегид, қышқыл, май, көмірсу, амин, амин қышқылы. Мынау тізбек деген не екенін білеміз деген ойдамын. Бұл мынау ғой. Мысалы, метанды бөлгенде А заты шығады. Бұны бөлгенде В заты шығады. Оған А-ны қосқанда С заты шығады. Осындай жұмбақ есепті тізбек деп атайды. Соған біз қанша сабақ бөлдік? 4 сабақ бөлдік. Потому что көп оқушы бұдан қиналады. Одан бөлек ДНК, ақуыз, нуклеин қышқылы, азоттың негіз, поликонденсациялану, пластмасса, отын және мұнай. Яғни дәл осының көмегімен бізде органикалық химия 100% аяқталады. Біз осын каждыйына тоқталып, видео сабақ жасап, сайтқа енгізіп қойдық. Мысалы, кез келген сабақты ашайық. Мысалы, мына циклоалканды ашқанда басып, сізде видео сабақ шығады. Және видео сабақ біткеннен кейін астыңғы жағында үй жұмысы болады. Ол үй жұмысын ашып, өз біліміңізді жаңа ғана алған біліммен тексеріп шықсаңыз болады екен. Дәл осылай біз мынау биорганиканы да 70% аяқтап қалдық. 2 аптада бұл 100% аяқталып бітеді. Және оқушы, мен жаңа талдап жатқан кинетика бөлімін көп жағдайда ол А, В есептерін талдап жатырмын. Жеңілдетіп. ОБТ-да келіп жатқан есеп көп жағдайда С деңгейінің есебі. Біз осындай қиын есептерді оңай талдану жолын осы базаға енгіздік. Сол үшін бұл сіз үшін өте мықты мүмкіндік. Енді біз осыны өткен видео сабақтан бастап YouTube оқушымызға жеңілдікпен сатылымға қойдық. Тек YouTube оқушымызға. Ал шет жақтан келген оқушыға біз ай сайынғы төлеммен ғана ұсынамыз. Ал маған Алмат ағай, мен сіздің YouTube оқушыңызбен деп жазатын болса, онда біз мына 2 жеңіл пакетті ұсынамыз. Алдымен жеңіл пакеті. Жаңағы полный видео сабаққа жыл бойына доступ болады. Нәтиже пакеті бүкіл бейне сабаққа доступ жыл бойына дейін ашық болады, яғни ОБТ біткенге дейін. Және үй жұмысын талдау. Үй жұмысында түсінбей қалған жағдай есеп болатын болса, менімен немесе екінші химия пәні мұғалімімен талдай аласыз, ешқандай қиындық жоқ. Және аптасына 2 тікелей сабақ өтуге болады, мүмкіндік.
топпен өтуге болады, немесе ағай мен топтың көзінше ыңғайсызданамын дейтін болсаңыз, онда мұғаліммен жеке сабақ өтуге болады аптасына 2 мәрте. Нәтиже пакеті 30 000 теңге, ал жеңіл пакеті 20 000 теңге. Бұл ай сайынғы төленетін сумма емес, тек бір төлейсіз, сонымен болды. Түсінікті ғой? Мен ойымша түсінікті деген ойдамын. Енді алғашқы алған 15 оқушыға, бұл базаны алғашқы алған 15 оқушыға біз ұбт-ға дайындық мақсатына жазып шыққан 7 кітапты, бұған бізде 3 жыл кетті бұл кітапты жазуға, PDF кітап қой енді. Осы 7 кітапты және 7-ші сыныптан басталатын 300 бетті қамтитын база жинағын тегін сыйлайтын боламыз алғашқы алған 15 оқушыға. Енді алу үшін мына жақта бізде WhatsApp нөмір жазып қойдық. Осыны сақтап алып, WhatsAppқа жекеге шықсаңыз, Алмат ағай, біз сіздің YouTube оқушыңызбын, яғни мен сіздің YouTube оқушыңыз боламын, база бойынша келіп едім, немесе алайын деп едім десеңіз болады. Немесе осы төлем нөмірі, яғни осыда Каспи болады, қалаған пакетіңізді таңдап, сол сумманы салып, чекті жіберіп жазасаңыз да болады, өз еркіңіз. Ал Енді нәтижеге нәтиже келетін болсақ, мінекей мысалы жақында Інжу деген оқушымыз ұбт-ға кіріп шыққан болатын, таныссаңыз болады қанша алып шыққанымен. Екінші Бекзат деген оқушымыз бұл да мына 45 балл жинап шыққан, дайындалғанына қателеспесем 2 ай болды. Одан кейін бізде мынау Айдос деген оқушы 31. Бұны не үшін салып қойдым? Себебі бұл оқушының қатысқанына бізде қателеспесем 3 апта болған. 3 аптаның қайталап алу үшін WhatsAppқа жазыңыз. Ал ендеше дальше кеттік. Дәл жаңағыдай ғой, WhatsAppқа затты есептеймін және қатты зат есепке алмайды. Бағанағыдай заңдылық. Ал енді есебіне тоқталып шығайық. Мысалы былай. 6-шы есеп бойынша қысымды қанша есе дейді? 4 есе көтерген жағдайда жылдамдық қалай дейді? Дәл жаңағыдай. Есептегі коэффициент главный сан болады. Мен жаңа айттым, нені алмайын дедім? Тек бастапқы зат есептеледі, реагент. Демек өнім есептелмейді ғой. Демек SO3 қажет жоқ маған. Мынау SO2 газ екен, оттекті газ. Екеуі есептеледі, қатты зат болғанда есептелмейтін едім. SO2-ның алдында 2 деген коэффициент, оттектің алдында қанша коэффициент бізде? Деген коэффициент. Екеуін қосқанда қанша шығады? 3 шығады. Ол не деген сөз? Ол 2, яғни 4-тің кубы деген сөз. Қанша болады ол? 16, 16, 64 бола ма? 64. Есе, так, маған не істегенде дейді, көтергенде дейді. Демек, артады деген жауап болады. Жауабы сонда не болады? 64 есе артады. В жауабы мына. Түсінікті деген үміттемін. Келесі, мына жылдамдықты 2 есе көбейтші деген. 2 есептегі сан главный сан болады. Өнімді алмайым, қалған есептеймін. Тем более есептегенде алып есептей салуын қажет жоқ, алдымен күйін білейік. Мына екеуі де газ күйінде екен. Демек екеуі ықпал ете алады. Мысалы қатты зат болғанда мен есептемеймін қажет қой оны. SO2-ның алдында 2 белгілі, оттектің алдында қанша белгілі? Белгілі. Екеуін қоссам 3 шығады. 2-ның кубы 8 есе төмендеткенде дейді. Міне байқадық па? Төмендеткенде. Демек 8 есе төмендейді. Немесе кемейді. А жауабы. Түсінікті ғой. Қайталап айтамын. Ана санды таптың, әңгіме жоқ, қате жоқ. Но жағдайынан қателес қалмаңдар. Есепте төмендеткенде дегенде кемиген жауапты белгілеймін, яғни төмендеген. Ал көбейткенде деп десек, көбейді деген жауапты белгілеуім қажет. Дәл жаңағыдай ғой, просто өзгешелік. Ана жақта нақты элементтің атын айтты, ал ана жақта жалпылама айтуда. Міне, түсінікті деген үміттемін. Бұл кетті ендеше. Енді жылдамдықтың 3-ші жағдайы беттік аудан. Бұда есеп жоқ, өте күшті. Бұл не? Ауызша ғой. Бұл не дейді? Мынау шыны ыдыс белгілі. Алғашқы шыны ыдыста мынаның ішіндегі сұйықтық қышқыл ғой негізі. Қышқыл. Оған нені қосып отыр? Шегені салуда. Алғашқы шыны ыдыста шегені бүтіндей салды. Екінші ыдыста байқасақ, шегені 3 бөлікке бөліп салған ғой. Маған былай дейді. Қай жағдайда жылдамдық
қай жағдайда жылдам болады? Яғни бірінші мысал, екінші мысал. Қай мысалда жаңағы шеге шыны ыдыстағы қышқылмен жылдам қосылып кетеді? Естественно, екінші ыдыста, иә? Екінші ыдыста жауабы екі болады. Неге? Заттың ауданы ауданы кіші болған сайын, кіші болса, реакция қандай болады дейді? Жылдам болады. ЖБ деп қойдым. Жылдам болады. Яғни, жаңағыдай заттың ауданы кіші болған сайын, ол реакция жылдам болады. Оған тағы мынандай мысалды айтуға болады. Шыны ыдысқа қантты үйіп төгіп сасаң, ол тұнба болып қалады. Байқаймыз ғой, түбінде аппақ тұнба болып қалады. Ол қасықпен әкетіп жатсаң да былай тұнбалы жойылмайды. Ал стакандағы чайға жаңа суға қантты аздан қосып отырсаң, қант не істейді? Моментально сумен қосылып еріп кетіп жатады. Сонда бұл жақтан да айтуға болады. Заттың ауданы кіші болған сайын жылдамдығы көбейеді, немесе жылдам болады деп айтуым қажет екен. Қалай, жеткізе алдым ба? Келесі. Заттың табиғаты жылдамдықтың бұл бізде қаншаншы? Төртінші жағдай. Бұл оңай. Мен бағана айттым, иә, қатты зат жылдамдыққа оның ықпалы жоқ. Ал сұйық зат пен газдың жылдамдыққа деген ықпалы болды. Демек, заттың табиғаты деп келетін болса, жылдамдыққа қаттың ықпалы болмайды, есептелмейді, қалған екі күйі есептеледі деп айтуым қажет екен. Ал енді бізде жылдамдықтың бесінші жағдайы. Қазір мен жөндей салайын. Так. Ал кеттік. Енді жылдамдықтың бесінші жағдайы ол бізде не болып табылады? Өршіткі болып табылады. Ол қалай? Өршіткі дегеніміз не? Анықтамаға тоқталып кетейік. Бұл реакцияның жылдамдығын, яғни реакцияны одан сайын жылдамдататын зат, но өзі жұмсалмай қалатын зат. Демек, белгілі, мысалы, А заты мен Б затын қосып, мен өнімде Д затын алуым қажет. Яғни А мен В затынан Д затын алуды жылдамдатады, но өзі жұмсалмай қалатын затты өршіткі деп атайды екен. Оның екінші аты белгілі, ғылыми катализатор деп атайды. Немесе қазақша жылдамдатқыш деп атайды. Енді өршіткі қатысында болатын теңдеуді катализдік реакция деп атайды. Бұны енді жаттап алуым қажет. Біз жаңа айтып кеттік, өршіткі жылдамдатады дедік. Ал керісінше баяулататын, химиялық теңдеуді баяулататын заттар не деп атайды екен? Ингибитор деп атайды екен. Түсінікті деген ойдан бұл үшеуін тек қана жазып, анықтамасын жаттап алуым қажет. Келесі. Катализдің өзінің жылдамдатып төмендететін жаңағыдай күйі болады. ұбт да келуі мүмкін катализдік у деп. Катализдік у дегеніміз не? Ол жаңағы, мен айттым ғой, өршіткі ол жылдамдатады деп ше. Сол өршіткінің жағдайын баяулататын немесе мүлде тоқтататын затты катализдік у деп атайды. Демек, өршіткінің жағдайын да тоқтатып, немесе күшейтсе болады екен. Қызық, иә? Оған не жатады? Оған H2O, СО, СО2, H2S, азот, мышьяк, фосфор деген элементтеріміз жатады екен. Ал катализатор, яғни өршіткінің қасиетін одан сайын күшейтетін заттарды не деп атайды екен? Деп атайды екен. Түсінікті болды деген ойдамын. Бұны жазып жаттап алуым қажет. Демек, катализдік ол катализатордың жұмысын төмендетеді, немесе мүлде тоқтатады, ал екіншісі ол күшейтеді. Кеттік. Катализдік теңдеу екіге бөлінеді. Ол бағанағыдай гомогенді деп бөлінеді и гетерогенді деп бөлінеді. Тоқталып шығайық. Мынау этилен,
этилен с деп қоямын, бұл сұйық күйде кездеседі. Оған суды қосқан, суда сұйық күйде кездеседі. Этанол шығады, этанол да сұйық күйде кездеседі. Және осы кездегі өршіткі бізде қай зат болып табылады? H2SO4 болып табылады. Бұл да сұйық болып табылады. Демек гомогенді дегеніміз не? Гомогенді дегеніміз мынау қосылып жатқан заттың күйімен жаңағы өршіткінің күйі ұқсас болады. Түсінікті ғой? Енді мынаған тоқталып шығайық. Азот бізде газ, сутек бізде газ, аммиак бізде газ. Но бұл кезде, яғни бұл аммиакты алу үшін қосылатын өршіткі ол темірдің өзі. Оның күйі қатты. Ал бұл не? Қосылып жатқан заттардың күйі мен өршіткінің күйі екеуі екі бөлек болады. Түсінікті ма? Жеткізе алдым деген ойдамын. Гомогендіге не жатады? Көп жағдайда негіз бен қышқылдар жатады. Ал анаған металл мен металл оксидтері жатады екен. Жазып жаттап алайық. Келесі. Бұл енді физикалық химиялық заңдылық, физика химия заңдылығы деп аталады. Кітап бойынша жазылған негізгі үшеу ол Менделеев, Аррhenius және Максель Больцман деген теңдеуі. Бұл жақта өте оңай. Заңдылықтың атын жазуым қажет и жағдайын жазуым қажет. Заңдылықтың атын жазуым қажет, жағдайын жазуым қажет. Заңдылықтың атын жазуым қажет, жағдайын жазуым қажет. Бұл айтқанда теңдеу мен атын жазып бұны жаттап алуым қажет. Бұл жақта түсінетін ештеңе жоқ, себебі бұл бізде физика болып кетеді. Бұл физиканың есебі негізі. Но химияда, ұбт да келуі мүмкін. Мектеп базасы бойынша есебі келмейді, тек жағдайы келеді. Жағдай мен сізге тақтаға жазып қойдым. Тек осыны көшіріп жазып, жаттап, ертең ұбт да келгенде белгілеу қажет. Дальше былай миды ашпай қояйық, жақсы ма? Едаки миыңыз ашып отқан болуы мүмкін. Кеттік ал. Енді ең соңғы жылдамдықтың жағдайы бұл температура деп аталады. Қысқаша Ван Гог заңдылығы. В бөлінген В2, ВТ бөлінген ВТ2 тең, мынау гамма деп аталады. Гамма Т минус Т2 бөлінген 10-ға. Мынаны жаттаймын, сөйтіп есепте қолданамын бұны. В деген, ол біз білеміз жылдамдық. Т деген, ол біз білеміз қызу жағдайы. Мынау гамма деген, ол бізде коэффициент болды. Енді осыны жаттап алайық. Енді осыны біз қазір есептерде жіті қолданатын боламыз. Ал ендеше кеттік. Жаңағы жағдайды жазып қойын қайтадан. В Т бөлінген ВТ2 тең гамма Т2 минус Т бөлінген 10-ға. Міне. Ван Гог ең алдымен мынау теңдік 10 жағын жасайды, ең бірінші. 10 жағын шешеді. Одан кейін ғана теңдіктің сол жағын шешеді. Есте болсын. Ендеше талдайық. Менде коэффициент белгілі, яғни гамма белгілі. Коэффициенті 2-ге тең дейді, теңдеудің. Қызу шамасын 30-дан 90-ға көбейткенде жылдамдықты тапшы. Кеттік ал. Алдымен 10 жақты, яғни мынаны қолданам қоя. Гамма Т2 минус Т бөлінген 10-ға. Гамма дегеніміз 2, міне. Жазам 2. Т2 деген үлкен қызу шамасы болады. Ол 90. 90. Азайтам Т, одан кіші шама. 30-дан азайтам. Бөлемін 10-ға. Тең. 2. 90-нан 30 азайтсам 60 қалады. 10-ға бөлсем 6 қалады. 2-нің 6 мәні қанша? Есептейік кішкене. 2-ні 2-ге бөлсем 4 болады, 10-ні 2-ге бөлсем 8 болады, 8-ні 2-ге бөлсем 16 болады. 16-ны 2-ге бөлсем 32 болады, 32-ні 2-ге бөлсем 64 болады. 6. Аха, сында 64 екен. Жауабы В. Келесі. Айтады, қызу шамасын
төмендеткенде чырмаға жылдамдығы 16 есе кеміп кетсе, онда маған коэффициентті тапшы дейді. Қайттан. ВТ бөлінген ВТ2 тең гамма Т2 минус Т бөлінген 10-ға. Чотан ба? Енді осының алдымен 10 жағын жазайын дедім ғой. Менде мынау коэффициент жоқ, осыны тап деген. Демек, коэффициентті гамма деп жазамын. Т2 белгілі, ол 20 жағдайы. Азайтам. Одан кейін қызу шамасы жоқ, демек 0 деп ала саламын. Бөлем 10-ға. Тең. Осы кезде 16 есе кеміп кетті дейді. Тең 16-ға. Гамма, мыяқта 20-ны 10-ға бөлсем 2 шығады, мыяқта 16 қалады. Қай санның екі мәні 16? Жауабы қанша? 4 болады. Себебі бұның екі мәні 16-ға тең ғой. Сонда жауабы бізде С болады екен. Түсінікті деген үміттемін. Ендеше келесі. Қайтадан жазып қойсаң, не? ВТ бөлінген ВТ2 тең гамма Т2 минус Т бөлінген 10-ға. Маған былай дейді. 30 қызу шамасы белгілі. Басында 30 болды дейді. 8 минуттан кейін бұл аяқталады дейді. Ал 70 қызу шамасы 0,5 минутта аяқталады дейді. Маған дәл осы жылдамдықтағы коэффициентті тапшы дейді. Тамаша, кеттік. Алдымен 10 жағы. Гамма жоқ, мен оны табуым қажет. Демек, гамманы мен гамма деп жазамын. Т2 үлкен шамасы қанша бұның? 70 қоя, 70. Одан кейінгі Т, одан кіші шама 30 болуы қажет. Бөлем 10-ға. Тең. Енді сол жағын жасайық. Мыяқта Т деген бастапқы уақыт. Бізде алдымен 8 минут айтты. Демек 8 минут. Бөлінген Т2 екінші уақыт 0,5 минут. 0,5. Шешейік ал. 8 0,5-ке бөлем 16 болады. Тең. Мыяқта гамма 70-тен 30-да азайтып 10-ға бөлетін болсам, мыяқта 4 шығады. Қай санның 4 мәні 16? 2 емес пе, я? 2-ның 4 дәрежесі 16 болады. Сондай ғой, 2, 2, 4, 2 етеміз 8, я, 2 ғой. Демек, жауабы А екен. Так, келесі есеп. Қайтадан жазып қойын Ван Гофты. ВТ бөлінген ВТ2 тең гамма Т2 минус Т бөлінген 10-ға. Кеттік. 50 қызу шамасы белгілі. Т. 3 минут 20 секунд белгілі. Кіші Т уақыт. Так, реакцияның коэффициенті белгілі. 3. Қызу шамасы белгілі тағы да. Т. Уақыт табуға жетті. Кеттік. 10 жақ гамма. Мынау коэффициенті есе деп те көруі мүмкін. Бұл 3. Т2 50. Одан кейінгі қызу шамасы 30. 10-ға бөлем. 3-тің 2 мәні ғой, ә? Бұл 9. 3-тің 2 дәрежесі. Кеттік. 3 минут 20 секунд. Бұл қанша секунд болады өзі? 3 минут деген 180 секунд қоя, демек 200 секунд құны. 200 секунд. Ал кеттік. ВТ тауып қойдық, ол 200 секунд есептің өзіне белгілі. Т2 жоқ. Т2 жоқ. Тең. 10 жақта қанша шықты бағана? 9 шықты. Маған Т2-ні табуға жет. Т2 тең. 200 бен 9-ды көбейтем. Жауабы 1800 секунд болады екен. Либо 30 минут. Жауабы сында Д болады екен. Келесі. Қызу жағдайы белгілі, 30 қызу жағдайы. Реакция жылдамдығы қанша болды дейді? 0,1 болды. Жылдамдық белгілі екен. Қызу шамасын 10-ға көтерген жағдайда ол 3 есе. Есепте есе десе ол не? Коэффициент гамма. Осы реакцияның жылдамдығы 60 кезінде қанша болады дейді.
кеттік ал вт бөлінген vt2 тең гамма t2 минус t бөлінген 10-ға. 10 жақ гамма бізде 3, t2 үлкен шама 60, кіші шама мынаны айта кетейін. Есепте, допустим, 3 қызу жағдайы келсеші, оқушылар, 3 қызу жағдайы келсе, мысалы, мына үшеу белгілі, 30, 10, 60. 10 дегенді алмайсыңдар. Түсінікті ма? Қалған екеуін қолданамын. Демек, 60-тан 30-ды азайтамын да 10-ға бөлем. 3, 60-тан 30-ды алам, 30, 10-ға бөлем, 3-тің кубы шығады. Ол 27-ге тең. Ең оңай жолы, мына шыққан санды аламын да, көбейте саламын мына есептегі айтқан жылдамдыққа. Сол кезде 0,27 деген жауап шығады. Соның жауабы Д болады. Түсінікті деген үміттемін. Ал осымен сабақ аяқталды. Бүгінгі біз химиялық жылдамдық кинетика бөлімін толығымен аяқтап біткен жоқпыз, әлі екінші бөлімін саламын. Жалпы бүгінгі алғашқы бөлімі түсінікті болды деген ойдамын. Бұны түсінген оқушы қаншама мәліметті ала алды. Ал ендеше келесі сабақта жолыққанша осымен сабағымызды аяқтайық.